Сәлем достар, қалайсыңдар? Бәрі жақсы ма сендерде? Бүгін азан мен тұрып мынандай каша пісірдім, күшті. Бананмен қойып, әдемі ресторанский каша пісіріп берейін деп шештім. Сонымен қараңдар, қандай күшті болып шықты достар. Бүгін өзімше болып сондай пысық болып кеттім. Қатты жегім келіп еді. Осы любимый кашамды достар сонымен әдемілеп осындай подачаға берейін деп. Негізі достар, мен бүгін сендермен еріншектің лагманын бөліскім кеп тұр. Еріншектің лагманы 1 сағатта пісетін лагман. Ол қалай десеңіздер, қазір сізге көрсететін боламын. Ал достар, еріншектің лагманын қарсы алыңыздар. Менен Махирадан 1 сағатта пісетін лагманымды қазір сендерге үйрететін боламын. Осы салатым бар, менің лагман салат, өз қолыммен жасаймын. Жазда уақыты келгенде басамын осы лагман салаты, отырып алып, сендерге жазда басқанымда көрсететін боламын достар. Ең жақсы барлық заты бар, жаңдо бар ма, бұрыш бар ма, чеснок бар ма, зелень бар ма, барлық заты бар. Мынандай лагманды аласыңдар да достар. Бір күн, я 1 ай бұрын ба, 2 ай бұрын ба созасыңдар, жақсылап суға қайнатып, пісіріп, суытып, лагманымызды майлап, жақсылап, содан кейін пакеттерге саламыз да достар, осылай алып морозильникке салып тастаймыз. Ол лагманымыз морозильникте тұрса тұра береді 2 ай. Одан көп тұрғызбаңыздар. Осы лагманымның да тестасы дайын, лагман салатым да дайын. Общем, менің Махираның еріншек лагманы деген осы. Ал етімізді аламыз, мариновать етеміз. Мариновать еткенде бір 20 минутқа мариновать етсеңіздер болады достар. Я 1 күн бұрын мариновать етіп қойыңдар түнде. Түнде мариновать етіп қойсаңдар, очень күшті болады. Ол етімізге не саламыз? Чеснок саламыз, қара бұрыш саламыз, сұйық май кішкене құямыз. Содан кейін мынандай соевый соусты саламыз, тұз қосамыз. Одан кейін достар, көп қосып жібермеңіздер, соевый соусты қышқыл дәм беріп кетеді. Осындай өз мұғдарында осылай араластырып қойсаңыздар болады түнде. Одан кейін шығарамызда, ертең лагман асайын деген кезде 1 сағатта піседі. Даже мына қонақтарыңыз келеді ғой, күштілеп тамақ берем десеңіздер, осы тамақ самый раз достар. Ең оңай 1 сағатта пісетін тамағымыз осы. Ал майымызды құямыз қазанымызға. Күштілеп етімізді қып-қызыл қып жақсылап қуырамыз. Біздің етіміз қып-қызыл болып қуырғанша крышкасын жабамыз да, мына пияз жанларды аламыз да, жақсылап осылай 2 тал пиязды аламыз да, турап тастаймыз. Қазанымыздың крышкасын аламыз да, ашып тастап, пісіп жатқан етіміздің аламыз да, пиязымызды араластырып, дос қыламыз. Пиязымыздан аламыз да, жақсылап сап-сары қылып қуырғаннан кейін достар, су кішкене құйып, жарты сағаттай суға бұқтырып қайнатамыз.
Ал жарты сағат 40 минут жақсылап піскеннен кейін аламыз да салатымызды саламыз, лагман салат. Бұны да жақсылап қайнатамыз бір 15 минуттай. Одан кейін қалған суымыз, қайнаған суымызды аламыз да одан кейін құямыз. Ал томат ештеңе қоспаңдар достар, қышқыл болып кетуі мүмкін. Ал лагманым еріншек дайын. Ал достар, ас болсын бізге. Пока-пока.